Саламатсыздар ма оқушылар? Сөз және оның құрамы тақырыбы аясындағы кезекті сабағымызды бастаймыз. Алдыңғы сабақта сөздің құрамы түбірмен, қосымшамен танысқан болатынбыз. Сондай-ақ жұрнақ пен жалғаудың да түрлерін көрдік. Ендеше білімімізді жетілдіру мақсатында тапсырмаларға кезек берейік. Берілген сөздерге қосымшаларды сәйкестендір. Қане балалар, мына сөздерден мақал қарастырып көрейік. Берілген дөңгелек ішіндегі буындардан мақал құрастырып жаз. Мақалдағы жұрнақ пен жалғауды тап. Я жоқ ойынына кезек берейік. Берілген сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап бер. Қане балалар, берілген ребусты шешіп көрейік. Балалар, ребустың жауабында қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар, қазақ тілі деген сөз шықты. Қазақ тілі біздің ана тіліміз, мемлекеттік тіліміз. Ендеше оқулықпен жұмыс 31-ші жаттығуға назар аударайық. Берілген өлеңді мұқият оқып шық, және де берілген сұрақтарға жауап беріп көр. Шығармашылық үзіліс. 33-ші жаттығу. Ойлан, тап. Тіл сөзі қандай мағынада қолданылған? Отыз төртінші жаттығу. Жасырынған мақалды тауып жаз. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. 32-ші жаттығу үй тапсырмасы. Егер саған барлығы түсінікті болса, күнді жібер. Сұрақтарың бар десең, бұлтты жібер. Мүлдем түсініксіз болса, онда айды жібер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңдар.